Сәлем достар, сіздер доп ойнаған Азар арнасын тамашалап отырсыздар. Бүгін біз сіздерге Европаның топ 5 лигасында ойнайтын ең жалақысы көп, яғни ең бай топ 10 футболшылармен таныстырамыз. Арнаның тұрақты көрермені Тамша KZ осындай видеоны шығаруымызды сұраған болатын. Біз сіздердің комменттеріңізді әрдайым оқимыз. Сол үшін әр бейнероликтің астына ойларыңды және тілектеріңді жазып тұруды ұмытпаңыздар. Ал бұл видеоны соңына дейін көруге уақыты жоқтарға қысқаша видеоны қорытындыласақ. Лионель Месси айлық жалақы бойынша ең бай футболшы. Ол Криштиану мен Антуан Гризманды артқа қалдырып отыр. Ал видеоны бізбен бірге болып, соңына дейін көретіндер үшін қызықты және толық мәліметтер дәл қазір. Танымал француз газеті L'Équipe бойынша барселоналық Лионель Месси Европада ең көп жалақы алатын футболшы. Салықтарды санамағанда оның айлығы Криштиану Роналду мен Гризманның жалақысының қосындысынан да көп. Месси айына 8,3 миллион евро алады. Ол өзінің жалақысын әдемі де жемісті ойынымен ақтайды. Ал Ювентустың супер жұлдызы Криштиану Роналду айына 4,7 миллион евро алады. Атлетико Мадридтің жұлдызы Антуан Гризман болса 3-ші орында. Оның айлық табысы 3,3 миллион евро. Жалпы осы тізімдегі 5 футболшы Ла Лигада өнер көрсетеді. Келесі Пари Сен-Жермендік Неймар 4-ші орында 3,1 миллион евромен. Ең бай футболшылар бестігін Барсаның страйкері Луис Суарес 2,9 миллион евромен тамамдайды. Реал Мадрид Гарет Бейлға айына 2,5 миллион евро төлейді. Ал Филиппе Каутиньо мен Алексис Санчес 7-ші және 8-ші орында. Олар әр ай сайын үйіне 2,3 миллион евро апарады. PSG-лық алтын бала Килиан Мбаппе Месут Өзилден бір саты алдында тұр. Ол айына 1,7 миллион евро жалақы алады. Ал Месут Өзилдің жалақысы айына 1,6 миллион евро. Топ 10 ең бай футболшылар тізімінде серияда доп тебетін футболшылардан тек Криштиану Роналду бар. Ал осы ондықта Барселонада ойнайтын ең бай 3 футболшы бар. Олар Месси, Суарес және Каутиньо. Байқап отырғаныңыздай, бұл тізімде Бундеслигада ойнайтын ешбір ойыншы жоқ. Бундеслиганың ең жалақысы көп ойыншысы Роберт Левандовски. Ол айына 1,3 миллион евро алады. L'Équipe газеті бұл тізімді жасағанда футболшылардың салық төлегенге дейінгі суммасын ғана алған. Олар футболшылардың жалақыдан тыс жарнама немесе басқа да түрлі көздерден тапқан ақшасын есепке алмаған. Тағы бір жайт, бұл тізімде Франция және Бразилия елінің футболшылары басқа елдерден көбірек кездеседі. Видеоны аяғына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Астына лайк басып және комментке өз ойларыңызды жазыңыздар. Және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.